телефон арқылы ютубқа превью және обзор жасауды үйретемін. Ол үшін дәл осылай етіп PicsArt приложениесін басып аламыз. Басып алғанымыздан кейін фон таңдаймыз. Фонды біз Pinterest программасынан таңдаймыз. Өстіп іздеп аламыз. Өзімізге қажетті тақырыбымызға сай фонымызды алып аламыз. ютубқа қажетті форматымызды басып аламыз. Инструменты, сосын абрец дегенге басамыз. Осылайша етіп ютубтың дәл форматы шықты. Осылайша етіп кішкентай ғана болып шығып жатыр. Осыны сақтап алғанымыздан кейін добавить фотоны басып, дәл осылайша етіп суретімізді қойып аламыз да, ағылшынша жазылған Pixn дегенді басып аламыз. Өшіргішті алып аламыз. Өзімізге қажетті керекті фондарымызды дәл осылайша етіп жаймен өшіргішті үлкейтеміз, кішірейтеміз, үлкейтеміз, кішірейтеміз етіп алып фондарымызды осылайша өшіріп аламыз. Мен бүгін Абай Бегейдің қызының әдемі өте керемет ресторанның ашылу салтанатының фонын жасап жатырмын. Осылайша етіп, дәл осылай қылып алып суретімді әпкеп алдым. Әрі қарайда осылайша жасай беруге болады. Ол үшін өшіргішті алып, жан-жақтарын, суреттерін барлығын өшіріп аламыз. Абай Бегейдің жасап қойған суретімді мен қайтадан сіздерге көрсету мақсатында өшіріп тастап қайтадан жасаймын. Ол үшін дәл ортасында тұрған добавить фотоны басамын. Абай Бегейдің суреттерін алып алдым. Осылай алып алғанымыздан кейін Pixn деген ағылшынша жазылған сөзді барлықтарын осылайша өшіріп аламыз. Қызыл қылып алғанымыз дұрыс, өйткені әрбір суреттері кейде мысалға костюмының бір жері жоқ болып қалуы мүмкін. Осылайша қылып алып алдым. Алып алғанымыздан кейін төбемізде тұрған өшіргіш бар ғой. Дәл осы өшіргіш арқылы жан-жақтарын бәрін әдемілеп тұрып қырқып аламыз.
Play Market'тен енді әдемілеп осыған тақырып қоямыз. Тақырыпты лето шрифті деген дәл осы программамызды басып алғанымыздан кейін өзімізге қажетті тақырыпты таңдаймыз. Мінекей осы жерде әдемі тақырыптар бар. Көбісі бірақ ақылы түрде, мен тегінін таңдап аламын. Әрі қарай фонымызға тақырыпты жазамыз. Абай Бегейдің қызы Қазақстанда жоқ ресторан ашты. Дәл осылай жазып алғанымыздан кейін осыны сақтаймын. Галереяға сақтап аламын. Сақталған сөзімді дәл осылайша етіп добавить фото қылып жасалған суретімнің үстіне дәл осылайша етіп қоямыз. Суретті әдемі қылып жандандыру үшін артына мен фон беремін, әдемі стикери. Енді осыны дәл осылайша айтып стикериді жазғанымыздан кейін поисыққа мен салют деп теріп алдым. Неге салюттеріміздің әдемілігі өзімізге қажетін таңдап аламыз. Мінекей дәл осылайша етіп біздің суреттерімізге өте әдемі сән берді, суретімізді ашты. Дәл осылайша етіп сақтап алып YouTube каналымызға жүктей береміз. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк және комментарий баса өтіңіз.